Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін алмұрт қосылған өте дәмді болып шығатын пирогтың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Құрамы алмұрт, сұйық май, айран, ұн, шекер, ас содасы, қопсытқыш, ванилин және жұмыртқадан тұрады. Ең алдымен алмұрттарымызды тазалап, қабығын ашып аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңызда екіге бөліп, ішін тазалап, қабықтарын аршимыз. Бұл пирогқа алмұрт қосқыларыңыз келмесе, басқа да жеміс түрлерін қосуға болады. Дайындап алған алмұрттарымызды видеода көріп тұрғандай жіңішке етіп тураймыз. Терка болса, теркадан өткізуге де болады. Енді пирогтың негізгі массасын дайындаймыз. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып, оның үстінен шекерімізді салып, миксердің көмегімен жақсылап шекер ергенше араластырамыз. Шекеріміз еріп, жұмыртқамыз пенка қалыпқа келген кезде, оның үстінен айранды құямыз. Кішкентай қасықпен жарты қасық ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да араластырамыз. Барлық қоспаларымыз біркелкі араласқаннан кейін, илеуіштің көмегімен ұнымызды қопсытқышпен бірге салып, илеуіштен өткізіп, массамызға қосамыз. Ванилин салып, оның қалған бөлігін де илеуіштен өткізіп қосамыз. Барлығы біркелкі болғанша миксермен араластырамыз. Массамыз дайын. Енді осының үстіне туралған алмұрттарымызды саламыз. Жақсылап араластырып, пергамент салынған дайын тапамызға құямыз. Менде тапаның көлемі диаметрі 24 сантиметрлік тапа. Барлығын құйып, бетін тегістейміз. Оның үстінен туралған алмұрттарымыздың қалған бөлігін тізіп шығамыз. Бетіне алмұрттарды қоймасаңыздар да болады, ол өз қалауларыңыз. Оның үстінен әсемдік үшін шекерімізді себелеп шықтым. Енді осы дайын болған пирогымызды қызып тұрған тапада пісіріп аламыз. Алмұрт қосылған, өте дәмді, жұмсақ болып шығатын пирогымыз дайын. Шаймен ішуге арналған керемет пирог. Міндетті түрде жақындарыңызға дайындап, бірге шай ішіңіздер. Видео рецептім ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналымда басқа да пирогтардың рецепттері бар. Алдағы уақытта да каналымда жаңа рецепттер күтіңіздер. Ас болсын, сіздермен болған ләззат.